Кітапханамыздың абонемент бөлімінде ел бірлігі ең асыл қасиет атты көрме оқырман назарына ұсынылады. Көрменің мақсаты оқырмандарға көпұлтты Қазақстан Республикасының халықтар достастығы еліміздің бірлігінің кепілдігі екенін таныту. Әр халықтың өнері, оның рухани байлығының негізін оқырман жүрегіне өз ұлтының тілін, дінін біле отырып, өзге ұлттың мәдениетін, әдет-ғұрпын құрметтеуге тәрбиелеу. Қазақстан Республикасы әлемде татулығы мен ұлтаралық бірлігі жарасқан ел ретінде танылған. Кең байтақ дархан жерімізде 100-ден астам ұлт өкілдері тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Елімізде түрлі ұлт өкілдерінің татулық діңгегі ажыраған емес. Көрмеге көптеген кітаптар мен мерзімді баспасөз материалдар жиынтығын назарларыңызға ұсынамыз. Көрнекті публицист, журналист Сауытбек Абдрахмановтың «Қашаған құрықтаған Қазақстан» сапарнамалар мен сұхбаттар. Әлемге әйгілі мемлекетке айналған Қазақстанның халықаралық аренадағы алар орнын айшықты ашып көрсететін кітапта ресми сапарлардың жай-жапсары баяндалып қана қоймайды, сол елдер туралы тағылымды жайлылар айтылады. Қазақстан және әлем елдері еліміздің географиялық жағдайы мен табиғи аймақтары, тарихи ескерткіштер жайында баяндалған. Белгілі саясаттанушы, философия ғылымының докторы, профессор Әбдеш Қалмырзаев ұлттық идея, қоғамдағы енді өріс ала бастаған демократиялық үрдісті, азаматтық қоғамның орнығу мәселелерін ұлттық идеяға байланыстыра жан-жақты қарастырылған. Тәуелсіздік жағдайдағы ұлттық қайта өрлеудің бақыт бағдары жете сөз болады. Береке бастауы бірлік, ел іші тату, тірлік дей келе, сіздерді татулық пен келісімнің нұрына малынған 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймын.